Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен Орео пирогын дайындаймыз. Керек заттарымыз: ірімшік, форма, бөлме температурасында тұрған май, какао, қант ұнтағы, жұмыртқа, разрыхлитель, Орео печеньясы, кукурузный крахмал, ұн, қаймақ. Бөлме температурасында тұрған майдың үстіне қант ұнтағын қосып, миксерлаймыз. Қант пен майымыз араласқаннан кейін бір дана жұмыртқаны қосып, тағы да миксерлап аламыз. Жұмыртқамыз араласқаннан кейін кукурузный крахмал, разрыхлитель, ұн, какао қосып, песочный қамыр жасаймыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспауы керек. 4/1 бөлігін алып қалып, мұздатқышқа салып қоямын. Ал үлкен бөлігін мұздатқышқа салмай, бірден формаға салып, жазып шығасыздар. Біркелкі ғып жазып шығыңыздар. Астына пергаментні қағаз төсеуге болады. Салмасына ірімшік, қаймақ, қант ұнтағын, 2 дана жұмыртқамызды қосып, блендермен езіп аласыздар. Салмамыз осындай бір текті масса болып шығуы керек. Енді оның үстіне Орео печеньямызды қолымызбен осылай езіп алып үстіне қосамыз. Біркелкі болып араласқаннан кейін формамызға құямыз. Енді бетіне 4/1 бөлігін алып қалған мұздатқыштағы массамызды теркамыздан өткізіп, біркелкі ғып сеуіп шығасыздар. 170 градуста қызып тұрған пешімізде 40 минут пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін міндетті түрде 4-5 сағат суы керек. Осымен Орео пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал. Подписка, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар.